Nege жылап отырсың? Қарынды құйтып жылауға бола ма екен? Қой айналайын, бұның не? Meni bayga ayel qilib bereydi. Оның бәйбішесі бар емес. Ol endi algısı kelmedi. Егер ол саған ұнамаса, сен оған күйеуге шықпай-ақ қой, болды. Менің атамды түрмеге отырғызамын деді. Не үшін? Енді қайтты. Мен оған көп ақша қарыз дедім. Жылама балам. Ол жексұрынға мен сені күйеуге өзімде бермеймін. Иә қызым, бермеймін. Саған кім оңбаған, ақша керек кезде мен жақсымын, Ал қарызымды қайтар десе мен оңбаған бола қалам. Маған ақша бергенде қайдым дедім. Енді түрмеге отырғызамын деп тұрсың. Алдымен мейірімді болып, одан кейін аюдай ақырып, немеремді тартып алайын деп тұрсың ғой сен. Сендермен сөйлескім де келмейді. Қане, айтшы маған, күйеуге шығасың ба? Шықсаң қарызыңды кешірем, шықпасаң атаңды түрмеге жабам. Жоқ, шықпаймын. Солай ма? Полиция! Полиция деймін! Полиция! Мына алаяқты дереу түрмеге қамаңдар. Менен қарызға ақша алып, енді қайтарғысы келмейді. Сендер неге асығып тұрсыңдар? Тоқта, бәрін енді таласпай шешуге болады ғой. Сен мына бойжеткеннің атасын түрмеге жабатын болсаң, ақшадан да, тоқалдан да айырыласың. Мынау не айтып? Сенің қандай ұсынысың бар? Таласымызды жеребе шешсін. Мына қаптың ішіне ақ пен қара тас саламыз. Ал енді сосын не істейміз? Жақсылап араластыр. Өз тағдың бойжеткен өзі таңдасын. Егер ақ тасты суырып алса, онда атасын босатып, қарызды ұмытасың. Ал егер қарасын суырса, тоқалың болады. Солай болсын. Жоқ балам, олай бола қоймас. Одан да мына жауыз мені түрмеге қамасын. Мені түрмеге қамасын. Басқа амал жоқ. Мен көндім. Тағдырымды жеребе шешсін. Мен келістім. Ал. Қарамаңдар. Жабыңдар. Мынаны бұлай. Міне болды. Ал енді өзің таңда. Hadi көрсет тасын. Тоқта қарама. Тасты маған берші. Оңбаған, сен не істеп тұрсың ай, тас қайда? Онда тұрған не бар? Қабымда екінші тас жатқан жоқ. Қазір оның түсі қандай екенін көріп, мен лақтырып жіберген тастың түсін білетін боламыз. Әкел бер. Мынаған қара. Мынау қара тас қой. Демек бойжеткен ақ тасты суырып алған. Сонымен Байеке қыздың атасын жібересің. Алақай. Жоқ, дұрыс емес. Қайтадан ойнауымыз керек. Ол қара тасты суырып алған. Сен оңбаған оны лақтырып жібердің. Сонда сен қаптың ішінде екі қара тас болған деп тұрсың ба? Солай-ақ дейік, саған не жоқ? Ештеңе. Өзің ғой жаңа ғана жұрттың алдында алаяқ екеніңді мойындағаның. Рас. Міне, сенің оған қандай дәлелің бар? Міне дәлелім. Мынау қыздың суырып алған тасы. Оны мен әдейі лақтырғандай болдым. Ал мынау қаптың ішіне шыққан тас. Екеуі де қара. Демек сен алаяқсың. Сенің өзіңді түрмеге жабу керек. Тоқтаңдар деймін. Мені босатыңдар. Мені түрмеге жабуға болмайды. Мен ауқатты адаммын деймін. Тоқтаңдар, жібермелі. Балам, сен мына байдың екі қара тасты жастырып қойғанын қалай біліп қойды? Байға қаптың ішіне ақ пен қара тасты өзіне салуға мүмкіншілік бергенімде не істейтінін анық білдім. Өйткені алаяққа
оған мүмкіншілік берсең, ол міндетті түрде дәл солай жасайды ғой. Әйтпесе ол алаяқ емес, адал адам болмайды. Рахмет, Алдар аға, рахмет. Алтыншы сабақ. Девушка в слезах поведала Алдару о своей беде. Бойжеткен көз жасын төгіп, Алдарға мұңын шағыпты. Если она не выйдет замуж за бая, то за долги бай посадит ее дедушку в тюрьму. Егер ол байға күйеуге тимесе, онда бай оның атасын қарызы үшін түрмеге отырғызады екен. Алдар предложил баю бросить жребий. Алдар байға жеребе салуды ұсыныпты. Если девушка вытянет белый камень, то бай дедушке долги прощает. Если черный, то быть ей женой бая. Егер бойжеткен ақ тасты суырып алса, онда бай атасына қарызын кешіреді. Егер қара тас болса, онда байдың тоқалы болады. Бай подменил белый камушек на черный. Бай ақ тасты қараға ауыстырыпты. Алдар көсе догадался о хитрости бая и разоблачил его. Алдар көсе байдың қолдығын аңғарып, оны әшкерелепті.